Сәлем, дәмді жаппасай тағамын әзірлейміз. Ұнға жұмыртқа, тұз, бөлме температурасындағы суды қосып, қамыр илеп, орташа жұмсақ қамырды салафанға салып тындырып қоямыз. Етті, пияз, сарымсақ, сәбіз, қырыққабат және картошканы ірілеу етіп тураймыз. Қазанға сұйық май құйып, қыздырып, етті салып қуырамыз. Сарымсақты қосып араластырып қуырып, пияз саламыз. Сәбіз, бір ас қасық томат пастасын татымына қарай тұз қосып, араластырып, қырыққабатты салып, барлығын араластырып, аз ғана қуырып, картошканы қосамыз. Араластырып, жан-жағын тегістеп, су құйып, жай отта бұқтырып пісіреміз. Июі қанған қамырды алып, ет тағамына жайғандай етіп, орташа қалыңдықта жайып, үлкенірек етіп, төрт бұрыштап турап аламыз. Туралған қамырлардың барлығына сұйық майды жағып, қамырға сұйық майды қолмен жақсаңыз тез болады екен. Бұқтырып, жартылай піскен ет пен көкөністерді бір рет араластырып, жан-жағын жинап, үстіне қамырды айналдырып, осылайша қойып шығамыз. Қамырларды салып болғаннан кейін бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіреміз. Жасалу оңай, өте дәмді тағамның бірі. Жасап көріңіз, ас болсын.